Алматыда 40 жыл тұрып, мынандай больница бар екен деп ойламаппын Алматыда. Тоқай мырза. Елдер ақшаны бәрін тонап, ұрлап, шетелдерден үй алып жатыр. Мына больницаға неге реконструкция бір заманауға сай ремонт жасамасқа сол ақшаларға. Ана қайтарсын Назарбаев тегіншкен ақшаларына қыздары бәрі. Мына больницаны даже гүл жасап қоюға болады. Мынау сұмдық деген, мынандай сұмдықты бір рет көріппін мен. Скорыймен алып келді. Әкемесі білмесе еді мындай больница бар екенін даже вообще. 8-ші больница бар деген естімеппін даже. Мынан қара, ёп твою мать. Мынандай сұмдықты көрдіңдер мамасыз қара. Ужас. Мынау кафель, білмеймін қай жыл, қай заманға екенін білмеймін бір. 60-шы жылғы 60-та жоғары қойды, мен өзім 61-мін. Мынандай кафельдері бар әлі. Бар екен. Мынандай кафельдері бар екен. Мынанды önüne bir rest ауыстырып қойыпты. В общем-то, 8 поликлиника, больница дейді, бір жағы поликлиника дейді, в таком состоянии. Это ужас. Жүре берсең, көре бересің деген рас екен. Атауың жегір жалмауыздар. Мынаны срочно ремонт жасаңдар, реконструкция. Сұмдық қой мынау деген. Ұятсыздар.